Сәлеметсіздер ме? Бүгін жемістер мен көкөністер жайында қызықты ақпараттар білетін боламыз. Олардың адам ағзасына пайдасы мен зиянына тоқтала кетеміз. Жемістер мен көкөністер адам денсаулығы үшін таптырмас табиғи байлық. Олар дәрумендерге, минералдарға, органикалық қылшықтарға, клетчаткаға және басқа да пайдалы заттарға өте бай. Ағзаның дұрыс жұмыс істеуі үшін бұл заттардың бәрі қажет. Адам денсаулығына маңызды дәрумендер тобына тоқтала кетсек, А дәрумені көру қабілетін жақсартады, тері мен сүйек үшін қажет. Б тобындағы дәрумендер жүйке жүйесін қалыпқа келтіреді, С дәрумені иммунитетті күшейтеді, Е дәрумені жасушаларды жаңартады, К дәрумені қанның ұюына көмектеседі. Жемістер мен көкөністердің пайдасы мол болғанымен, кейбір жағдайда ағзаға зиян келтіруі де мүмкін. Бұл олардың мөлшері, сапасы және адамның жеке ерекшеліктеріне байланысты. Жеміс-жидектерді шамадан тыс тұтыну, іш өту, қышқылдықтың артуы гипервитаминозға алып келеді. Құрамында белсенді заттар бар жемістерден аллергия тудыруы мүмкін, мысалы клубника және цитрус. Консервіленген жемістерде қосылған қант, тұз, консерванттар зиянды болуы мүмкін. Мысалы сәбізде А дәруменінің провитамині каротин көп. Артық мөлшерде қабылданса, тері сарғыш тартып, бауырға салмақ түсуі мүмкін. Кейбір жемістер теріге бөртпе шығарады, тыныс жолдарын тарылтады, әсіресе балаларда. Жемістер туралы қызықты деректерге тоқтала кетсек, құлпынай жалған жеміс. Құлпынай ботаникалық тұрғыдан жидек емес, оның ұсақ сары нүктелері нағыз жемісі, ал қызыл бөлігі гүлдің кеңейген негізі. Ананас ағашта өспейді, ол жерге жақын бұталы өсімдік болып өседі. Бір топ ананас тек бір ғана ананас береді. Авокадо ең майлы жеміс, құрамында 83% май болады. Бұл жүрекке пайдалы моноқанықпаған майлар. Қарбыз ең үлкен жидек. Ботаникада қарбыз да жидекке жатады. Оның 90-95% су. Сәбіз бастапқыда күлгін түсті болған. Қазіргі апельсин түсті сәбіз Голландияда 17 ғасырда арнайы шығарылған. Қызанақ та жидек. Ол ұзақ уақыт уытты деп есептелінген, ал бүгінде әлемдегі ең көп тұтынылатын көкөністердің бірі. Денсаулық кепілі жемістер мен көкөністерді көркемдік сабағында ермексаздан жасаймыз. Жемістер мен көкөністер денсаулық кепілі. Ендеше дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстанайық.